spit it out. What is it exactly you're paying? Is the amount cleaning you out? Достар, видео басталмастан бұрын сендерге мына арнаға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Және бұл арнада өте қызықты видеолар бар. Және ол қазақтың ютубері, тезірек қолдап кетейік. Және осы арнаға тіркелсеңіздер, видеоларын көрсеңіз және активны болсаңыз, комментарийға плюс қалдырып кетіңіз. Және плюс қалдырған адамдардың, яғни осы каналға тіркелген адамды активный 2 адамды рандом түрде таңдап, соған тегін пиар жасап беремін. Және сәлем достар, сіздермен Бекзат және менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі видеода мен сендерге өзімнің басына өткен қорқынышты оқиғалар жайлы айтатын боламын. Қазір сағат бізде түнгі 11 болды және мен үйімде ешкім жоқ. Сондықтан мен сіздерге осы атмосферада қорқынышты оқиғалар жайлы видео түсіремін деп шештім. Және видеоның тақырыбына көшпестен бұрын сендерге бір шағын жаңалық айтып кетейін. Шағын емес, жалпы мега жаңалық. Менің арнамда 10.000 тіркелуші жиналды. 10.000 тіркелуші үшін барлықтарыңа тағы да рахмет. Олай болса біз видеоның тақырыбына көшейік. Ең алғашқы оқиғаға келейін, ол мен өзім Қызылорда қаласының, яғни мен өзім ол кезде 5-ші сыныпта оқимын, Қызылордада тұрған болатынмын. Қызылорданың енді өзінде емес, ауылында Жосалы деген жерде тұрғанмын. Және сол жерде менде әжеммен ғана тұрғанмын. Әжем үйде ешкім болған жоқ, барлығы қалаға, яғни Ақтауға кетіп қалған болатын бір-екі аптаға. Ал мен үйде өзімнің әжеммен жалғыз қалдым. Және бір жағынан өзім сабағымды да, өзімнің әжемді де былай қарап жүрдім. Сондықтан әрине мен әжемнің қасында жатамын, біз үлкен үйде тұрдық. Бір күні, как обычно, шайымызды ішіп болдық, мен сабағымды дайындап болдым, өзім кәдімгідей жерде жаттым. Сосын бір кезде светтің барлығын өшірдім, есіктің барлығын кілттедім, және ол біздің үйіміз, яғни ол көшенің дәл ортасында болатын, және біздің қорамыз үлкен болған, және бізде сарайлар болатын, олардан бірде дауыстар шығатын. Сосын мен всегда есікті кілттеп, терезелер жауып, шторларды жауып жүретінмін. Сосын бір сол күні, мен білмеймін ол қай күн екенін, как обычно жаттым, мен соткамда шықып болдым. Енді көзімді ұйықтап жатқан кезде, мысалы мен мына жерде жатсам, дәл менің артымда мынандай жерде терезе болатын. Ол терезе бізде, яғни дала жаққа қарайды, әрине, яғни біздің үйіміздің артымызға. Сосын бір кезде бүйтіп кәдімгі ұйықтап жаттым. Енді ұйықтайын деп жатқан кезде терезеге, яғни бізде мынандай дауыс шықты. Сосын мен резко деп оянып кеттім де, кәдімгі орысша айтқанда my волосы стали дыбом. Сосын тағы да дейді. Сосын как будто біреу содан кейін терезеге кішкене тастар бүйтіп лақтырып ойнап отырған сияқты болды. Сосын мен одан сайын затты алып, яғни пледімді алып, ішіне қарай бүйтіп кіріп жаттым. Және оны мен әжеге айтқан жоқпын, ол просто көзіңе елестеп кеткен шығар, андай жындыны сандыра келеді, типа көзіне қос көрінеді деген сияқты. Сосын мен ладно деп оған забить етіп кеттім. Ал келесі оқиғаға көшейін, ол осы Жосалы, яғни осы менің ауылымда болды. Яғни біздің мектебіміз ол көшенің дәл ортасында орналасқан. Яғни басқа жаққа бару үшін біз сол мектептің ішіне кіріп, былайынан шығып, яғни базарға немесе басқа жаққа бару үшін сол мектептің ішіне кіріп, былайынан өтіп кете аламыз, яғни басқа көшеге. Как обычно, сағат где-то бір 8-9 болды, яғни жаз мезгілі. Мен басқа көшеде ойнап жүрдім. Сосын менің көшеме келу үшін сол мектептен былай өту керек болды. Яғни біздің мектебіміз типа Г әріп сияқты былайынан салынған. Нөмір 183 мектеп, ол мектепте мен оқыдым. Және бастауыш, яғни 5-ші сыныпта оқыдым. Сосын жаз мезгілі болатын, мен достарыммен ойнап, кеш батқаннан кейін достарыммен ойнап үйге бара жатқан кезде менімен ешкім кеткен жоқ, барлықтары бөлініп өздерінің үйленіп кетіп қалды. Сосын мен как обычно жолда келе жаттым, бүйтіп өзіммен сөйлесіп, бір кезде уже мектепке келіп, қасына өте бергенде, бізде яғни 1-ші сынып нолевой оқитын кабинетте біреу бүйтіп тұрып, типа тақтаға бірдеңе жазып жатқан сияқты болды. Сосын мен бүйтіп, мен как обычно оны қорқынышты оқиға деп елестеткен жоқпын, кәдімгі қасына бардым да бүйтіп қарадым. Біресе былай кішкене толықтау келген адам бірдеңе жазып атты. Сосын мен жаз мезгілінде мектепте кім тақтаға бірдеңе жазып жүр дедім. Сосын мен ойладым, мектепте жазда охранник болмайтын. Ол кішкентай мектеп, барлық бір-бірін таниды, анау-мынау деген сияқты. Мектептің алдынан қарай өтіп, яғни воротадан шығып өзімді аулама, яғни мен өзімнің көшеме кірейін деп бара жатқан кезде, бүйтіп мектептің есіктеріне қарап кеттім, есіктерде құлып тұрды. Содан кейін мен деп кәдімгі қатты шошып кеттім, әрине. Содан кейін мен ұзақ ойландым, мүмкін ол кезде адам болған шығар, ішіне кірген шығар деп. Бірақ енді өздеріңіз құлыпты көріп тұрсыздар. Сондықтан ал келесі оқиғаға көшейін. Мен бұл кезде мен 4-ші класста ма, 3-ші класста ма оқыдым. Короче, бастауыштың кездері мен өзімнің
яғни туысқандарымның балдарын қарайтынмын. Сосын бір күні мені үйлеріне шақырып алған болатын, типа баламды қарап берші деген сияқты. Яғни ол қыз болатын. Сондықтан оның қуыршақтары, сондай заттар көп болатын. Қырда олар өздері типа больницаға бір жаққа кетіп қалды, яғни 1-2 сағатқа ғана. Сосын мен как обычно баланы қарап, телевизор қарап отырдым. Сосын бір кезде ана бала қатты жылап далаға шығам деді. Сосын ладно деп ол ойыншықтармен ойнап отқан болатын, куклалармен, анау мынау. Сосын мен бүйтіп айттым, типа үлкен болғасын, ана ойыншықтарыңды салып таста, сосын далаға шығарам дедім. Негізі мен қатты шығарғым келген жоқ, ол мен тыңдамайтын бала еді, бірақ ол ойыншықтардың барлығын алып ішіне жинап бұрышқа қойып қойды. Сосын бір кезде ладно дедім, баланы алдым, далаға шықтым. Сосын далада бір жарты сағатта айналып жүрдік. Мен вообще баланы далада ойнатқым келмейді, яғни мен тек үйде қарай аламын, ал далада өте қатты ішім пысып кетеді, типа баланы жүгіріп артында. Короче, осындай оқиғалардың бірі. Сосын біз үйге келдік, есікті аштық, маған мамасы соққан болатын. Қазір біз уже типа 15 минуттан барамыз, келіп қалдық, типа үйге бірдеңе алып барайын ба, продукт анау деген сияқты. Сосын мен айттым, типа сок бірдеңе алып келе салыңыз деп. Енді қараған еңбегім бар ғой. Бірақ мен бала баққанымда ешкім еңгермейтін, типа рахмет деп қоя салатын. Ал рахмет в карман не положишь. Сосын біз залға кіріп келген кезде манағы жинаған ойыншықтар, қалай ойлайсыздар, әрине құлап, ішінен кукла, яғни машиналар шашылып жатты. Сосын ой жай түсіп қалған шығар дедім да. Бірақ оны специально біреу итеріп жіберген сияқты болды. Өйткені ол кішкентай пакет, яғни ол ауыр пакет, және оның ішінде ойыншықтар төменге қарай басылып тұрады, яғни ойыншықтар ауыр болатын. Бірақ мен типа сұрадым, ойыншықтар дұрыс жинамағансың ба, немесе босқа далаға шығардың ба деген сияқты. Жоқ, мен барлығын жақсы жинадым деп маған айтты. Сосын мен құласа құлап қалған шығар деп ойладым. Бірақ содан кейін мен ұзақ ойлана келе, ол қалай ол пакет өзімен өзі құлап қалады деп ойладым. Содан кейін ол апам да маған, яғни туысқаным да айтып жүрген болатын, ол үйде сондай біртүрлі оқиғалар болады деп. Сосын олар ол үйден бір 5-6 ай өткеннен кейін олар да ол үйден көшіп кетті. Және осы видео сендерге ұнады деп ойдамын, және қорқынышты болды деген ойдамын. Ұнаса созақтың жоғары тұрған белгісіне басып, менің арнама тіркеліп, колокольчикті басып кетуді ұмытпа. Және де достар, осы видеода біз 1500 лайк жинап көрейік. 1500 лайк жиналатын болса, мен келесі видеода тағы да қорқынышты оқиғалар жайлы айтатын боламын. Сіздерге қызық болғанына сенімдімін. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңыз үшін